Бишкек, Кыргызстан, это главный бой вечера. Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона боец из Египта. Ему 29 лет. Его рост 185 сантиметров. Его официальный вес 83,9 килограммов. Он чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Египта по кикбоксингу. В его активе 10 побед и 9 поражений. В синем углу октагона, on the blue corner, Абдель Рахман Емам. В красном углу октагона его соперник. Бишкек, Кыргызстан, где вы? Боец из Кыргызстана, ему 33 года, его рост 183 сантиметра, его официальный вес 84,4 килограмма. Он чемпион мира по ММА, призер Гран-при, Колизей и мастер спорта по боевому самбо. У него 11 побед и 5 поражений. В красном углу октагона Тилек Машрапов. Рефери в октагоне Тилек Папанов. Болгону 580 сомго, үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200ден ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Вы профессионалы. You're professionals. You know rules. Listen my commands. Первый раунд, the first round. Абдель Рахман Емам, Тилек Машрапов, Октагон 49 турнирінің co-main event. Мысыр және Қырғызстан командалары арасындағы кездесудің 4-ші жекпе-жегі. Жалпы бұл матчтың тағдыры шешіліп қойған, есеп 3-0 онсыз да. Бірақ әрине жекелеген жекпе-жектерде әр спортшы қалай дегенмен жеңіске жетуге тырысады. Лоу-кик. Бірден Машрапов өзінен аулақ ұстауға тырысуда. Бірақ қарсыласының осал тұсын біледі. Әрине Машрапов бірден күресуге кірісті. Бұл жерде Тор қазір көмектесіп қалды, бірақ ұзаққа созылған жоқ. Еш қиындықсыз тейкдаун жасап үлгерді. Жалпы бүгін өнер көрсеткен Мысыр жігіттерінің стилін байқаған боларсыздар. Күреске жоқ ешқайсысы. Аяқта тұрып байқаса алады. Бұл қолдан келеді. Бокс, муайтай болсын. Бұл жағынан көрдік өнерлерін, бірақ күреске келген кезде қиыншылықтар басталады бірден. Имамды да солардың қатарына жатқызуға болатын шығар. Машрапов қазір партияда қысым көрсетуге тырысады әрине. Барынша гардты айналып өтуге тырысады. Раундтың басында әрине қазір соққы, біраз қысым көрсетуге тырысады. Қан кеткен екен, және бірнеше жауап соққы. Стоп! Жекпе-жегі аяқталды. Төреші мерзімінде жекпе-жекті тоқтатып отыр. Ал Тилек Машрапов тіпті шаршап үлгермеген сияқты. Қабақ жарылған екен бұл жерде. Бұл жерде техникалық нокаутты қойып, мынадай жарақатпен ары қарай жекпе-жекті жалғастырған. Осылайша араға бір жарым үзіліс салып ұстандық. Машрапов үлкен спортқа қайта оралып отыр. Тағы бір тамашалап шығайық. Міне, аяқпен жасалған соққыдан қорғанып үлгерді. Тейкдаун болған сәт. Қарсыластық ешқандай көрсете алмады.
Это был соглавный бой турнира. И он продолжился 1 минуту 20 секунд. В первом раунде победу техническим нокаутом одержал боец из красного угла октагона Бишкек, где вы? Тилек Машрапов! Давайте также поддержим бойца из Египта. Тілек Машраповты жеңіспен құттықтаймыз. Есеп 4-0 тіпті. Алда енді кештің басты жекпе-жегі ғана қалды. Сөз кезегі жеңімпаздар, содан кейін жалғастыратын боламыз. Бишкек, где вы? Тилек Машрапов! Ассаламу алейкум, қырғыз елім. Бойды көбірек улантайын дедігіле болбай қалды. Рахмат келіп үшінші байыстар қолдау беріп отқанға. Чоң рахмат. Рахмет, давайте еще раз поддержим с победой, поздравим с победой, поддержим бойца.